Сәлеметсіздер ме? Міне бүгін өз сырларымызды айтатын боламыз. Айтпас бұрын өздеріңізді таныстырып кетіңіздер. Менің аты жөнім Арман, бірақ негізі шын мәнісінде бар емес па? Мен өз сөзімді дұрыс жеткізе алмаймын. Ал менің атым Доганет. Маған ештеңе ұнамайды. Мына тренингте, құпия ойымда не үшін керек? Адамдар келіп өздерінің оқиғаларын айтады. Оның не қызығы? Келесі. Менің аты жөнім Нуранет, және мен басымнан өткен оқиғаларымды айтып беремін. Сәлем YouTube, сіздермен Нуранет достар. Өткен видеоға 25 лайктан асырыпсыздар. Рахмет. Видеоның атынан көргендей, бүгін мен басымнан өткен оқиғаларымды айтып беремін. Ал видеоның астына 30 лайк жинасаңыздар, келесі бөлімі шығады. Ал видеомызды бастаймыз. Check it out. Бірінші оқиға. Бұл оқиға ауылда болатын. Мені әдеттегідей ағам жұмысқа шақырды. Бір маңызды жұмыс. Сосын мен оны 2 сағат бойы тазаладым. Енді бітіргеннен кейін үйде телевизор қарадым. Бір кезде Нұрсұлтан! Мен қашып үйдің артына тығылып отырдым. Сосын ол інімді шақырды. Оның қолына 200 теңгені берді. Ал мен бармағаныма өкіндім. Бұл оқиғаның түйіні ешқашан шаруадан қашпаңыздар. Олай болса сізге берілетін нәрседен айырылуыңыз мүмкін. Check it out. Екінші оқиға қалада болатын. Достар, менің көршімде көп ақша болатын. Яғни нақтырақ айтсақ 5000 теңгедей. Содан достар, біз дүкенге бардық, неше түрлі тәттілер, тағы басқа нәрселер сатып ала бастадық. Өзіміздің армандаған нәрселеріміздің бәрін алғаннан кейін оны жей бастадық. Достар, барлығымыз барлық достарымыз келіп жиналып жей бастадық. Ал бір уақытта оның ағасы келді, және де оның бұл ақшаны ұрлап әкеткенін айтты. Достар, сол кездегі менің эмоциямды білсеңіздер. Мен өте қатты қорықтым, себебі оның алған ақшасын біз құртып тамақтар алдық. Достар, бұл деген тіпті қылмысқа да жатады деп ойлаймын. Сондықтан достар, ешқашанда нақты сенімді болмаңыздар. Мүмкін ол ақшаны ұрлап алған шығар, сондай сияқты арам жолмен алуы мүмкін. Сондықтан да абай болып жүріңіздер. Check it out. Үшінші оқиға. Достар, үшінші оқиға ол кішкентай кезімде болатын. Нақтырақ айтсақ, 1-2 сыныпта. Яғни мен достар сабаққа барар кезде таңғы ұйқыдан қимай әзерлеп тұратын. Сол уақытта мен сабаққа жай ғана далаға киетін тәпішкені киіп шықтым. Достар, ойлаңыздар, сабаққа тәпішкемен бара жатырмын. Содан соң достар, мен мектепке бір жарты жолда есіме түсіп кетті. Тіпті ұйықтап кеткен секілді болды. Шамалы уақыттан кейін аяғымда жеп-жеңіл аяқ киім бар екенін сезіндім. Содан соң үйге қарай бірден жүгірдім. Достар, ал мені барлығы мазақтай бастады. Бұл оқиға ешқашан есімнен кетпейді. Және де бұны өзімнің ең қызықты оқиғаларым қатарына қосып қоямын. Ал бұл оқиғаның түйіні сабаққа сергек тұру үшін кешке ерте жатып, таңда ерте тұруға тырысу қажет. Check it out. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видеоны лайк басыңыздар. Достар, комментке өздеріңіздің қызықты оқиғаларыңызды жазып кетіңіздер, егер қиын болмаса. Достар, және де мен ВК топ аштым, соған жазылып кетіңіздер, әрине сілтемесі төменде болады. Ал осымен видеомыз аяқталды. Байгу, айтпақшы достар, бір аптада 2 видео түсіремін деп, бірінші келесі видео ертең шығуы мүмкін. Ал білмейміз, ал көреміз. Бітті.